Ал енді осындай тамаша әннен кейін бізде бағдарламаны әрі қарай жалғастырамыз. Енді бүгін бал шағым деп алып отырмыз тақырыпта. Егер аталған тақырыпта сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болса, біздің байланыс нөміріміз 453800. Сіздерге ескертулер жалпаймыз. Сіздердің қоңырауларыңыз біздің бағдарламаның ажарын ашатын сөзсіз. Сондықтан қоңырау шалып, пікір білдіріп, өз белсенділіктеріңізді танытыңыздар. Біз сіздермен тікелей байланыста екенімізді ескерте кетейік. Ал енді біздің студия төрімізге келген тағы да қонақжай, студиямызға келген жайдарлы қонақтарымыз да бар екен. Ендеше оларға таныстыра өтсек. Бүгін бізде қонақта номер 3 мектеп лицейінен келіп қалған екен. Жетекшісі Расдаулетова Алтынай және Саян қызы Дана, Абдуманап, Мирас. Қош келіпсіздер, көңіл күйлеріңіз қалай? Қош көрдік, рахмет, көңіл күйіміз өте жақсы. Қазір Дана мен Мирасын өзіне таныстыңыздар. Көңіл күйлерің қалай? Жақсы, бәрі жақсы. Керемет. Биыл аяқталды, тамамдадық. Қалай аяқтадыңдар, қалай балалар аяқтадыңдар? Жалпы бәрі жақсы болды, керемет аяқталды. Жақсы жетістіктерге жеттік. Микрофонмен жақсылап тұрып сөйлесең, басаң әлі көрермендеріміз қандай ести алмай отыр. Бәрі жақсы болды, керемет аяқталды. Жетістіктерім көп болды, иә, Мирас? Қандай жетістіктер еттің? Көптеген жетістіктер болды. Ал енді Дана, сен айтыңызшы, биыл оқу жылын қалай аяқтадың? Осы оқулықпен бағамен жақсы аяқталды. Енді сабақта қай пәнді ұнатасыңдар, балалар, айтыңдаршы. Жалпы өзіме барлық пәндер ұнайды, бірақ ішінен аса қатты ұнайтындар география және биология пәндері. Керемет. географияда менде қатты ұнайды. Тіпті жер, су аттарының барлығын, өзендердің ұзындығын, қысқалығын түгел жатқа білетінмін. Ал енді Дана өзің. Қай пәнді ұнатасың, Дана? Маған математика сабақ ұнайды. Есеп шығарғаным. Математика, иә? Математика бәрекелді. Ал енді осы орайда жетекшісіз. Жалпы біздің енді Мираста, Данада көптеген жетістіктер көп. Әсіресе Дананың да жаңағы мәнерлеп оқу сайысы, биден мынау жүлделі орын алғандардың көрінісі. Ал Мирастың да үлкен облыстық, республикалық жарыстардан жүлделі орындар алған. Орыс тілі пәнінен бірінші орын облыстық жарыстан. Және Қанталапай математика пәнінен ұйымдастырылған жарыста Қанталапай деп аталатын. Сол сайысында республикалық орындардан жүлделі бірінші орын, екінші орын дегенде көптеген орындар иеленген. Ағылшын пәнінен де жалпы үздік оқушыларымыздың бірі. Ал енді өзіңізге сұрақ қойып берейінші, осындай балаларда үлкен жетістікке жетуге қандай тәрбие бересіздер? Жалпы мен осы мектепте педагог-психолог қызметін атқарамын. Енді жалпы мемлекет биыл енді ерекше білім беруді қажеттен балалардың дамуына, олардың қалай білім алып жатқандығына, басқа балалардан ерекшеленбей назардан тыс қалмауына аса қатты көңіл бөлуде. Осы орайда мысалы біздің мектебімізде арнайы кабинет ашылып, керекті құрал жабдықтармен жабдықталды. Және де мұғалімдеріміз де осы балалармен сол кабинетте өздерінің жұмыстарын жасап, бұларды мысалы үйірмелер бар ғой, үйірмелермен қамтып, жаңа мәнерлеп оқу сайысы, сурет көрмесі, және тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай ұйымдастырылған әртүрлі мерекелік іс-шараларға қатыстырып, әртүрлі мерекелік басқа да іс-шаралар атқаруда. Және де бұлар балаларды қыдырту, көңіл күйлерін көтеру мақсатында және әр мереке сайын сыйлықтар беру деген сияқты игі істер атқарылуда. Енді бала айтыңдар, өскенде кім болуды армандайсыңдар, Мирас? Жақсы мамандық иесі болуды армандаймын. Программист немесе дизайнер және де тағы басқа армандарым бар. Ал енді Дана өзің айта кетсең, одаға дейін менде мына арманымды айта қойды. таныстырып өтсең. Мен биде қатысқанмен бірінші орын алдым. Өскенде биші болғысы келеді. Мен өскенде биші болғым келеді. Мен Тараз аренаға спортқа сол күресте қатысамын. Мен өскенде чемпион болғым келеді. Ал енді көрермендерімізге таныса кетейік. Міне Дана қарындасымыздың жетістігі бал сезім шығармашылық би мектебінің қыздар арасында өткізген іс-шараның қатысқаны үшін Монголия биші Саян қызы Дананы марапаттаймыз деген тамаша осындай марапаттар да бар екен. Міне екіншісінде көрсете кетсек, біздің көгілдір көрермендерімізге де, көзайым көрермендерімізге де. Біздің айтып өттім ғой, Мирастың да жетістіктері көп етін, бірақ алып келмеппіз.
осындай мадақтама мақтау қағаздары өте көп бұл мирастында. Ал енді осы орайда сұрай кетейік, сендерге осындай тәлім берген, осындай керемет өнерді сыйлаған ұстаздарың жайлы не айтасыңдар өзі? Не пікір айтасыңдар? Ұстаздарым жайлы пікірім жақсы. Осындай бізге білім беріп жатыр. Барлық ұстаздарыма рахмет алғыс айтамын. Егер көріп отырсаңыздар, сіздерге денсаулық тілеймін, ұзақ өмір сүріңіздер. Иә, енді қонақ кәделері бар деп жатыр. Қандай қонақ кәде ұсынасыздар? Иә, қонақ кәдеге дайындап келген өнеріңіз бар еді, Мирас? Иә. Тәуелсізбін. Ал? Тәуелсізбін, Темірхан Медетбек. Тәуелсізбін мен бүгін. Келді міне азаттығым, дендігім. Бостандықта бойлығым мен ендігім. Шешіл енді шемен болған шерленім. Қарсы қарап қатал мынау заманға. Айналдық біз қайтпас қайсар қамалға. Ауды бүгін тәуелсіздік тау тасым. Орман көлім, далам менен балам да. Жаным менің, қаным менің тәуелсіз. Арым менің, жарым менің тәуелсіз. Заным менің, бағым менің тәуелсіз. Әнім менің, дәнім менің тәуелсіз. Тәуелсізбін танып тұрмын өзімді. Ұшырамын қанат байлап сөзімді. Ешкім енді көкірегімнен итеріп, ешкім енді шұқымайды көзімді. Керемет, тамаша. Енді Жамбылдың өлеңі бар ғой, балалар аманбысын шырақтарым, майысып гүлге біткен құрақтарым, жүзлерімді көрмесем тұра алмаймын, арасынан асып кетсем жырақтарым деп. Енді бізде Ұлбай екеуміз осы екінші жүргізуші болғалы бері, енді расын айтқанда арамызда бір балалар келіп сұхбат беріп тұрмаса бір ажарымыз ашылмайтын сөзсіз. Иә, расымен де. Сіздер келіп эфирдің ажары ашылып қалды ғой, Шолғас, иә? Әрине, енді өзіңізге сұрақ қоя кетсек, қазір балалардың оқушыларыңыздың білімге деген құштарлығы қалай болып жатыр, жалпы қандай білім беріп жатсыздар, қандай тәжірибе алмасып жатсыздар сол жерде? Жалпы балаларымыздың осы бізде мектепте жалпы мектеп бағдарламасымен оқитын үйде білім алатын оқушылар саны 21, ал осы бағдарламамен мектепте білім алатын оқушылар саны 8 оқушы. Енді біз мұғалімдер енді әр жұмыстың өзіндік қиындығы болады ғой, сол қиындығына мойымай балалардың ата-аналар, мұғалімдер баланың да ата-ананың да жүрегіне жол тауып ризашылығын алуда деп айтсам артық емес деп ойлаймын. Енді өзім педагог психолог ретінде балалардың танымдық қабілеттерін арттыру мақсатында, психикалық денсаулығын нығайту мақсатында, жағымды ойлау мақсатында әртүрлі тренинг, ойын жаттығулар жүргізіп отырамыз. Негізгі мақсатымыз осы баланың психикалық денсаулығының жақсы болуы ғой. Осы мақсатта әртүрлі жұмыстар атқарылып жатыр. Иә, енді осы өзіңіздің мамандығыңыздың қиындығы мен қызығушылығы жайлы айтып жатырсыз. Жалпы осы салаға, осы мамандыққа қалай келдіңіз? Иә, жалпы негізі осы мамандыққа келуіме ықпал еткен негізі өзімнің анам. Анам мектепте педагог психолог қызметін атқарады. Жалпы сол кісінің жұмыс істеуін, анам жалпы мектепте ғана емес, кез келген ортада психолог еді. Сол кісінің жұмысына қарап, үйдегі іс-әрекетіне, басқа ортада да іс-әрекеттеріне қарап, анама қарап өзімнің сол мамандыққа деген қызығушылығым содан оянды. Негізі осылай келдім, анам себепкер болды. Ал енді қазір өзіңіз психолог маманы ретінде, енді қазір өздеріңіз мектеп аралық олимпиадаларда, жалпы мектептеріңіздің қазіргі іс-шараларымен, қандай іс-шаралар өткізіп жатсыздар, сол жайында бір өзіңізден бір ауыз мектепте іс-шаралар, мысалы тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай ұйымдастырылған іс-шаралар болған, арнайы осы балаларға арналған сурет көрмесі, мәнерлеп оқу сайысы, тағы да жұлдызай байқауы деген сияқты әртүрлі іс-шаралар бар, соларға қатыстырып отырылады балалар. Иә, керемет, енді керемет сұхбат болып жатыр. Қонақ болып келгендеріңіз үшін де көп алғыс білдіреміз. Ал енді біздің Жамбыл телеарнасынан атынан сіздерге тамаша сыйлығымыз бар екен. Мен өзім Мирасты қолын алып тұрып, осылай тамаша сыйлықпен табыс етсем, үлкеніміз өсе берсін, биік шыңдардан шыға беріңіз. Данаға берсем, Дана өскенде қазақ елінің болашағын жарқын ететін осындай ұл қыз болып өсе беріңіздер. Ал енді жетекші ханым ретінде сізге Жамбыл телеарнасының көрермендері бір осындай балалар тәрбиелеп отқан
ақ тілегін жаудырса деген тілектер де бар екен. Ендеше өзіңіз тамаша тілегіңізді Жамбыл телеарнасының көрермендеріне жолдай кетсеңіз. Иә, жалпы осы бағдарламаға шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Жалпы тілегім қазақ еліміз аман болсын, әр отбасында ынтымақ, бейбітшілік, береке болсын. Жаңағы әр отбасы өсіріп отырған балаларының жетістіктерін көрсін, солардың денсаулығы мықты болсын. Осы оқу жылын жақсы аяқтадық. Алдағы демалыс, 3 ай демалыс уақыты келе жатыр ғой. Сол демалыс кезінде жақсы демалып, балалар келесі оқу жылына жақсы көңіл-күймен, ынта-жігермен келсін деп тілеймін. Бәрекелді, сізге де рахмет. Енді білім қусаң кеңейеді, табабың, балғын көрсем оттай болып жанамын. Тау шыңына теңескенше өсе берсін мерейлері, мираспенен данан дейміз. Енді осындай тамаша өлең жолдарынан кейін бізде бағдарламаны әрі қарай жалғастырып отыра, сіздерге тағы да кезекті бейнематериалды ұсынамыз. Қабыл алыңыздар.